أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамаат алла тағала оқыған намазымызды қылған ғибадаттарымыздың баршасын қабыл қылсын. Бір себептермен соңғы сабағымыздың видеосы жазылмай қалған екен, соған байланысты соңғы хадисті бір қайталап өтейік тез-тез. Соңғы сабақта айтқан едік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үш нәрседен тыйды. Біріншісі кәсратис суал, көп пайдасыз, орынсыз сұрақтарды қоя беруден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тыйған еді. Пайдалы, сондай өзіңе пайда қылатын, жұртқа айтайын, мен қояйын осы сұрақты, жауабын алғаннан кейін басқасына да үйретейін деген жақсы бір ниетпен сұрақ қойылатын болса, ешқандай проблем жоқ. Бірақ осыны жығайын, осыны құлатайын, біліп тұрып сұрақты қоятын болса, жаман ниетпен ол жақсылыққа апармайды. Себебі үлкендердің айтқан сөзі бар, хуснус суал нисфул илми, жақсы сұрақ қою ілімнің жартысы дейді. Және де басқа бір сөз бар, халакал қауым ли кәсратис суал, Алла тағала бұрын бір қауымды жоқ қыл жүрді дейді, халак қыл жүрді. Себебі не? Олардың қателігі көп пайдасыз сұрақтарды қоя бергені үшін. Осыдан тыйды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екіншісі, ва идаатил мали, малды ысырап қылудан тыйды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алла тыйып жатыр. Құранда былай дейді Алла тағала, А'раф сүресінде 31-ші аят, Астағиду билла бисмилла, ва кулу вашрабу, жеңіздер, ішіңіздер халалынан. Бірақ вала тусрифу, ысырап қылмаңдар. Иннаху, расында Алла тағала ла юхиббул мусрифин, ысырап қылушыларды жақсы көрмейді, жек көреді. Ысырап қылу харам нәрсе. Ал хадисте ағып жатқан жаңағы өзен болсын, бұлақ болсын, соның басында, соның қасында тұрсаңдар да суды ысырап етпеңдер дейді. Ағып жатқан су болса да суды ысырап қылуға болмайды, судың да сұрауы бар дейді. Ертең қиямет күні Алланың алдына барған уақытымызда Алла тағала екі нәрсені сұрайтын болады. Мана жеген нәрсеңді, рызығыңды, жаңағы тапқан нәрселеріңді қайдан алдың? Және қайда жұмсадың? Қалай қолдандың? Сол туралы сұралатын болады. Сол үшін мән берейік. Ысырапшылдық, яғни ысырап қылмайық. Ысырапшылдық ырысты азайтады, ашқарақтық азықты азайтады деп айтқан едік. Сосын үшінші нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйған, ваан қила вақала, өсек айтудан тыйған еді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өсек әңгімелерден тыйды. Оны қила қала дейді. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, андығаны төсек болар, берекесі кірген ауылдың айналдырғаны шаруа болар, еккені тары, жегені жарма болар деп айтқан едік. Енді келдік жаңа бір дәріс, жаңа бір хадиске. Бастайық. Кімнен риуаят қылынған екен? Ан Аби Туфайл радияллаху анху қал. Абу Туфайл деген кісіден риуаят қылынған. Суиля Алиюн радияллаху анху, бір күні бір кісі келіп, Али радияллаху анхудан сұрады дейді, сұрақ қойып. Енді бұл хадисті бастамай тұрып, Абу Туфайл деген сахаба туралы қысқаша бір тоқталайық. Радияллаху анху. Абу Туфайл радияллаху анху кім еді бұл сахаба? Бүгін подарка беріледі құдай қаласа. Біз айтқанбыз бұл сахаба туралы. Ең соңғы қайтыс болған сахаба. Абу Туфайл ең соңғы қайтыс болған сахаба. Али радияллаху анхуға жақындығы бар. Ағайын тума туыстық жақындығы бар. Жоқ. Али радияллаху анхуға жақындығы бар дедік. Али радияллаху анхудан кейін қайтыс болған сахаба. Яғни ең соңғы қайтыс болған сахаба о. Демек Али радияллаху анху бұл сахабадан бұрын қайтыс болды. Сол қайтыс болғаннан кейін Муавия радияллаху анху сұрайды екен Абу Туфайл радияллаху анхудан, сенің сағынышың қандай? Сағындың ба Алиді радияллаху анхуды? Алла разы болсын барша сахабалардан. Сол кезде бұл сахаба Абу Туфайл радияллаху анху былай деп жауап берген екен. Муса алейхиссаламның анасы баласын қалай сағынған болса, менің сағынышым одан да артығырақ деп айтқан екен. Ол қалай? Білесіздер, Фирғауын, енді қысқаша айтайын, Фирғауын түс көреді.
Сосын ұйқысынан шошынып оянады ғой енді, қорқып, ойбай деп, қара тер, қорқақ қой енді. Сөйтіп айналасындағы сол замандағы жаңағы түсті жорып білетін кішкене оқымысты кісілерді шақырып сұрайды екен, мен осындай түс көрдім, бұны жорып беріңдер. Сонда жаңағы айналасындағы адамдар, бір ер бала дүниеге келеді екен, сол сені өлтіреді екен деп жорып береді ғой, бәрі бір ауыздан. Сонда жаңа Фирғауын қатты қорыққаны соншалықты, сол уақытта, сол кезде жаңадан дүниеге келген ер баланың барлығын өлтіріңдер деп әмір береді қол астындағы жаңағы солдаттарына, әскерлеріне. Осыны тауып барып өлтіріңдер дейді. Сонда қанша мыңдаған бала шәһид болып кетеді босынан Мұса. Сөйтіп қайда келеді? Мұса алейхиссаламның анасына келеді ғой жаңағы Фирғауын адамдары. Бір-бірінен не істейді ғой енді, мына жерде мына бір әйел босанған, ана жерде ана бір әйел босанған деген сияқты. Сөйтіп Мұса алейхиссалам анасы қорқып, енді баламды өлтірмесін деп, жаңа корзинкаге, ол енді ағаштан жасалған болуы мүмкін, сондай нәрсеге Мұса алейхиссалам салады да Нил өзеніне ағызып жібереді. Мұса алейхиссаламның шын есімі қалай негізінде? Көп өзгеріс жоқ, тек бір әріп өзгереді. Мұса алейхиссалам, біз Мұса деп білеміз ғой, алейхиссалам, Алланың сәлемі болсын, негізгі есімі Мұша. Мұ-су-ша ағаш деген сөз. Мұ-су-ша ағаш. Ағашқа салып, жаңа корзинкаға салып ағызып жүрді суға, Нил өзені. Сондай қойылған. Кейіннен Мұса деп өзгертілді, Құранда да Мұса деп айтылады. Негізгі мағынасы сол. Енді Алланың қалауымен жаңағылар келген адамдар іздейді ғой енді судың ағысымен. Бірақ Алла Тағала не істейді? Кері ағызып жібереді, судың ағысына кері кетеді. Олар логически адам ойлайды, былай ағып жатқан болса, былай кетті корзинка, бәрі кетеді. Бірақ Алла керісінше жоғары қарата алып кетеді, көтеріп. Алла егер қаласа жерді аспан қылып, аспанды жер қылып төңкеріп бере алады. Барлығын жасай алады Алла Тағала. Қалағанын жасайды. Құранда аят. Инналлаху аля кулли шайин қадир. Алла қадир. Бүкіл нәрсеге толықтай күші жетуші Алла Тағала. Сөйтіп Мұса алейхиссалам анасы салып жүрді корзинка. Сағынды ғой енді, сағынады ғой. Баласын жіберді, қайда кетті, не болды? Өлді ма, суға батты ма, біреу оны алды ма? Сағыныш бар. Енді Абу Туфайл радиаллаху анху айтып жатыр, менің сағынышым одан да мықтырақ дейді. Сағындым дейді Али радиаллаху анхуды. 97 жасында қайтыс болады, ең соңғы қайтыс болған сахаба. Сол айтып жатыр. Бір күні Али радиаллаху анхуға бір кісі келіп сұрады дейді. Хәл хассакумун набийю саллаллаху алейхи ва саллям би шайин лам яхусса бихи наса каффатан. Ей Али радиаллаху анху, саған дейді, пайғамбарымыз жалғыз ғана сізге айтып, басқа ешкімге айтпаған нәрсесі бар ма деп сұрады дейді. Яғни тек қана сіз білесіз. Сонда Али радиаллаху анху былай деп жауап берді. Қала, ма хассана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям би шайин лам яхусса бихи наса илля ма фи қираби сайфи. Маған да соны айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сіздерге нені айтқан болса, бізге де соны айтты. Артық нәрсе білмейміз. Тек қана бір нәрсе бар. Ол не? Менің қылышымның қынында бір нәрсе бар. Кезінде жазып пайғамбардан естіп, бүктеп салып қойған едім қылыштың қынына. Сол бар. Басқа ешкім білмейді оны. Себебі қылыш қынымен бірге, сыртындағы чехолмен бірге, ол кімдікі? Али радиаллаху анхудікі. Ол бәріне бере бермейді ғой, мәмә деп ұста деп. Сол үшін бұл нәрсе тек менде болған үшін, бұны тек мен білем, басқа ешкім білмейді дейді. Сөйтіп, сумма ахраджа сахифатан, қылыштың қынынан бір хадисті жазылған парақ, соны шығарды дейді бетіп. Ашты дейді. Қараса, фаида фиха мактубун, бір нәрселер жазылған дейді ішіне. Сөйтіп оқып берді дейді. Оқиық па, не жазылған екен? Басқа ешкім білмейді. Қазір біз де білетін боламыз, Құдай қаласа. Оқиық, не жазылған екен? Ла'аналлаху ман забаха ли гайриллах, ла'аналлаху ман сарақа манарал ард, ла'аналлаху ман ла'ана валидайх, ла'аналлаху ман ава мухдисан. Мен осы сөздер жазылған екен. Күшті айтылған, Бұлай дейді, пайғамбар айтты дейді. Ла'аналлах, Алланың лағнеті болсын. Алланың ашуы болсын, Алланың азабы болсын. Алла лағнет қылды дейді. Кімге? Мән забаха ли гайриллах, Алладан басқаның атымен малды бауыздаған адамға Алла лағнет етсін дейді. Алла үшін, Алла разылығы үшін демейді де, басқа бір құдай дейді.
басқа бір сәкеңнің атымен дейді, или бәкеңге дейді, сол разы болса болды дейді. Алланы қойшы дейді мысалы. Алла сақтасын. Ол ет харам болады, және оған Алла лағнет етті дейді. Яғни Алланың ашуы, Алланың азабы сол адамға. Біріншісі осы. Екіншісі, ләғаналлаху мен сарақа манарал ард. Бұл сөздің мағынасы, бір адамның жері бар, өзінің жері бар, үйін салып алған шарбағы бар, соның көршісі бар. Онда үй, онда шарбағы бар. Енді ескі замандарда шарбақ деген нәрсе болмаған ғой. Белгілеп қояды, мына жер менікі, бер жағы, ар жағы сенікі. Болды көрші, келістік. Сөйтіп жаңағы адам ана көршісін алдап, жайлап тасты тепкілеп, итермелеп, жайлап орнын ұзартып алса, кеңейтіп алса, ананың хабары жоқ. Бұл дұрыс емес, бұл ананың хақына кіріп жатыр. Сондай қылғандарға лағнет болсын дейді. Алдап сулап, немесе залымдықпен, зұлымдықпен тартып алған болса. Мынау менің жерім ғой, сөйлеме десе мысалы. Сәй, менікі болды бұдан кейін. Алла, тоқта. Бар ғой, қазірде бар ғой. Битіп кетем, сөйтіп кетем, қорқытады. Аллам лағнет болсын ондай адамға дейді. Жетімдердің малын қинап жегендерге Құранда аят: Амуалал ятама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Құрандағы аят. Сөйтіп зұлымдықпен тартып жегендер қиямет күні қарындарын тозақтың отымен толтырады дейді. Атылады тозаққа, вагон кетеді ғой. Ол сөйлей алмады, ол бейшара қасқа сөйлей алмады, тілі шықпады. Бір нәрсе дейін десе, бүйтіп тастаймын, сөйтіп тастаймын, жоқ қой, қалды езіліп. Бірақ қиямет күні Алланың алдына жиналғанымызда, оқиға сүресінде айтылғандай, хафидатур рафиа, кейбір адамдардың дәрежесін Алла Тағала езіп тастайды, түсіріп тастайды. Кейбір адамдардың мәртебесін, мақамын, дәрежесін көтереді Алла Тағала. Сол көтерілетіндер мына тілі шықпай сөйлей алмағандар ғой. Бір нәрсе дейін десе, басып тастайды, Аллаға тапсырады да жүре береді жаңағы. Ал жаңа басқандардікін Алла басып тастайды қиямет күні. Және кімге Алла лағнет етсін дейді? Лағаналлаху мен лағана валидейхи. Бізде тема не? Әке, шеше, ата-ананы сыйлауға, ағайын тума, туыс, қарым-қатынас, тағы басқа әдеп оқшым айтқанда. Әкесіне, анасына, ата-анасына лағнет қылғандарға Алла лағнет қылды дейді. Әкесіне лағнет оқитындар, анасына лағнет оқитындар болып тұр ғой сонда, Алла сақтасын. Бұны былай түсінсек те болады, жамандап боқтайтын болса, қарсы келетін болса, ашуландыратын болса, Алланың ашуы әке-шешенің ашуында, Алланың разылығы ата-ананың разылығында. Оны оқып кеттік бұл хадисті. Сол үшін кім әкесін, шешесіне жаңағыдай лағнет қылатын болса, Алла оған лағнет қылады екен. Алланың азабы болады жаңағы адамға, ренжіткені үшін әке-шешесін. Соңғысы, лағаналлаху мен ауа мухдисан. Бидағат деген нәрсе бар, білесіздер ме? Бидағатшы. Бидағат деген жаңалық деген сөз ғой. Дінде жоқ нәрсені дінге кіргізеді. Бидағатшылар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Куллу бидаатин далала". Әрбір бидағат адасушылық. Ва куллу далалатин финнар. Әрбір адасушылық ол тозақта дейді. Дінде жоқ нәрсені дінде бар деп пехат ете береді, тыға береді. Мына нәрсе бар, анау бар, мынау харам, анау халал. Негізі айтылмаған ол туралы. Бірақ өзінше ұра береді жаңағыдай. Бидағат, жаңалық нетеді. Сондайларға да лағнет болсын дейді. Бірақ қалай? Сондай адамдарды қол астына алып, соларға көмек қылып, соларға көзайым болып, ойбай менің қасымда бол деп сөйтіп жүргендерге лағнет болсын дейді. Жаңағы бидағат ол басқа нәрсе, оның итак барат жері белгілі. Сондайлар көмек қылып, қанатын алып, көзайым болып жүргендерге де лағнет болсын дейді. Алланың ашуы болсын дейді. Енді мынандай ғалым ғұламалар өткен, оларды мучтахид деп айтады. Олар не істейді? Дінге кіріп кеткен бидағаттарды шығарып жіберетін сондай күштегі кісілер болған, мучтахид кісілер. Дінге бір нәрсе кіріп кеткен болса, соларды қарап отырады да, мына нәрсе жоқ қой. Пайғамбар айтқан жоқ мынаны. Мынандай нәрсе рұқсат жоқ. Мынау дінге кіріп кетіпті ғой. Дейді де сондай бидағаттарды шығарып, орнын басқа бір жақсы нәрсемен қойып толтыратын сондай кісілер бар, болған. Оларды мучтахид ғалымдар дейді. Дін толық итакта. Бірақ кейбір нәрселерді ғасырына, заманына, халқына байланысты пәтуаларды беріп отыратын кісілер бар. Мұны болады, мұны болмайды, мынаны кіргізейік, мынаны шығарайық деп отыратындар бар. Ол Алла Тағала тарапынан рұқсат алған адамдар. Оларды мучтахид ғалым ғұлама дейміз. Болған өткен. Бірақ жаңадан шығып алып, дінге енді келіп, 1-2 жыл болды намаз оқып жүргені, сөйтіп бидағат жасап жүретін болса, Алла сақтасын, ол райынан қайтсын, тез-тез тәубесіне түссін, тәубе қылсын.
Енді мына неге тоқталайық. Біріншісіне, Алладан басқаның атымен малды бауыздаған адамға Алла лағнет етсін, Алланың ашуы, жаңағы азабы болсын деді. Осыған бір тоқталайық. Қалғанда түсінікті ғой енді. Жақсы ма? Осының өзі біраз уақыт алып кетеді қазір. Осы хадиспен бітіреміз нәсіп етсе. Ал бисмилля. Біріншісі, Алла Тағала қасиетті Құранда Мәйда деген сүреде 3-ші аятында Алла Тағала былай дейді. Астағиду билля, бисмилля, хурримат алейкум, сендерге харам қылынды дейді. Сендерге харам қылынды, арам болды. Адал емес. Қандай нәрсе адал емес? Қандай нәрсе харам? Әл-мәйтату өлексе, арам өлген нәрсе, өлексе. Ол харам бізге. Және уаддаму, аққан қан харам. Уалахмул хинзир, шошқаның, доңыздың, арабша хинзир дейді. Соның еті харам. Оқып отсаңыз, лахму әл-хинзир. Лахм ет, әл-хинзир шошқа. Шошқаның еті харам қылынды. Кейбір ақылды адамдар өзінше умный. Маған қойылды осы сұрақ. Мен дейді, шошқаның майын қолданам дейді. Шошқаның терісін қолданам. Шошқаның тағы басқа, ошым етінен басқа нәрселерді қолданам, тек етін қолданбаймын дейді. Мен айтам, мен сен істеп жүрсің десем, Құранда аят бар емес па дейді. Алла шошқаның еті харам деп айтты, бірақ майын айтқан жоқ па дейді. Көрдіңіз бе, қандай өзінше умный. Нағыз тупой сол негізі. Алла енді саған бәрін ашықтап отырмайды ғой. Шошқаның көзі харам, шошқаның аузына тісі харам, шошқаның терісі харам, шошқаның майы харам, осындай граммы харам деп отпайды ғой Құранда. Оны бізге хадистер, пайғамбарымыздың хадистері, ғалым ғұламалардың пәтуалары ашықтап береді. Мысалы, намаз туралы Құранда намаз оқыңдар дейді. Бірақ мынандай уақытта оқыңдар, мынандай уақытта мәкрух, 5 уақыт намаз бар, 4 рекағат сүннет бар деп Құранда айтылмайды ғой. Тек оқыңдар дейді. Намаз оқыңдар. Ар жағын бізге кім түсіндіреді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистермен түсіндіреді. Жаңағы хадистерді ашпаған ғой, прямо Құран дейді. Сол үшін тек қана Құран дей берсе де адам адасып кетуі мүмкін. Тек қана хадис десе де Құранды ашпайды. Ол кезде де адасып кетуі мүмкін. Не болса да ұстаз керек. Мынандай ереже бар. Араб тілінде, грамматикада бәдәл жүз минәл күл дейді. Бәдәл жүз минәл күл. Бұл соған кіреді. Яғни Алла Тағала шошқан еті харам деді ма, бір паршасын алып харам деді ма, ол полный уже харам деген сөз. Шошқа наджасатул айн, ол табиғаты барлығы харам ол. Оның терісі де харам, бүкіл нәрсесі де харам. Күллу ихабин, әрбір иленбеген әрбір тері, дубиға иленген уақытта фақада тахура, ол расында таза болады. Әрбір тері, малдың терісін илесек, ол таза болады, қолдансақ болады. Илля джилдал хинзир, бірақ шошқаныкі олай емес. Шошқаныкі қанша илесең сасып тұрады ғой. Харам, Алла харам деді, нәжас деді, болды. Бір кезінде бір мәселелер шығып кетті. Осыдан 10-15 жыл бұрын. Біреу біздің үйге келді әкемнің аяғына. Оның иіс сасиды. Бензинмен жудық, соляркамен жудық. Феридің түр-түрін қолдандық, сабынның түр, кетпейді иіс. Сөйтіп жаңа тері илейтін кісіге барсақ, бір қарады да, мына шошқан терісі ғой деді. Көрдіңіз бе? Қанша жерден әдемілей берсең де, бәрібір де Алла харам деп қойды, бір белгісі болады. Қазір оны бір Микки Маус сияқты бір белгілер қояды бүйтіп. Или 4 точка қоямын, или 3 точка қоямын, қояды. 3 точка ма? Содан біледі екен жаңа қарап, мынау шошқаның терісі деп. Точка қояды. Оны өздерің қарап алыңыздар, Google шейхтан біліп алыңыздар. 3 точка ма, 4 точка ма, сондай нелері бар. Содан қарап білесің. Және әрбір аяқ киімді де сатып алып беруге де болмайды. Базарға барып, мынау арзан екен, мынау теріден, сиырдың терісінен жасалған, қымбат құрсын, ақшам жоқ, мұны Қытайдан келген, басқа жерден келген, арзандау, дәл сондай деп сатып алдың бол, шошқаныкі болуы мүмкін. Сен дәрет алып, анан ылғал аяқпен киген сайын оққан намазың қабыл емес. Аяғында нәжас тұр, сені қанша оны жусаң да жылтыратып, шошқан терісінен жасалған үшін болмайды, нәжас болады. Алла сақтасын. Бүкіл нәрсеге тығып жатыр ғой қазір. Баланың ана жейтін йогуртына да салып жатыр ғой. Басқа не айтамыз? Сол үшін қарап не етуіміз керек. Мына жерге ие болсақ, құтыламыз ғой көп нәрседен. Әрбір нәрсені тыққыштай беруге болмайды да. Бер Құдайым, сенің құлың жейт Құдайым. Әрбір нәрсе жей береміз, тыққыштай беруге болмайды. Мына жерге мән беруіміз керек. Не кіріп жатыр?
Иә. Доңыздың еті полностью харам. Полностью харам. Ешқандай сен мына жерде құтылып, жаңағыдай майын қолданайын, анау мынау деп нете алмайсың. Бірақ егер адам өлейін деп жатыр, бүкіл емді қарат, болмайды. Шошқаның етіне немесе шошқаның жаңа майына тіреліп қалып тұрса, егерде соның шифасы сол жерде болатын болса, ол кісі барлық нәрсені қарады. Барлық нәрсені қарады. Аны Америкаға да звондады. Бүкіл ағайын туманы қозғады. Бір шошқадан бөлек бір нәрсені табайықшы деп таба алмады. Жоқ, таба алмады. Амалын жасады, таба алмады. Өлейін деп жатыр. Және мұсылман бір доктор келді де айтты, амал жоқ, шошқаның майы, осын жесең тірілесің. Или осын етін бір нәрсе жасасаң тірілесің. Bir жақсаң емделеді ауруыма десе, исключение бар, яғни қолданса болады дейді. Даже өлейін деп жатқан кезде жейтін тамақ жоқ, бір шошқа кетіп бара жатса, алдыңғы жаңағы несін жесе болады. Тірі қалу үшін. И то іздеу керек ана кісі. Не бар жейтін? Жапырақ бар ма, соны жейтін жейін болмаса деген сияқты. Сондай жерлерде ғана рұқсат етіледі. Бірақ ондай заманда емеспіз ғой. Алла шүкір. Табылады ғой әрбір нәрсе. Жаңағыдай профилактика ретінде қолданса бола ма дейді? Болмайды. Алдын ала дейді. Аурудың алдын алу үшін бір нәрсенің қанын ішсен бола ма, шошқаның бір нәрсені жақсы. Болмайды. Сен өзіңе бәле қалап жатсың басыңа, сұрап алып жатсың Алла тағаладан. Алла саған ауруды берген жоқ, аны өзінше неде жаңағыдай алдын ала сақтану ретінде, профилактика ретінде, витамин екен, анау мұны сен өзің тілеп жатсың сол ауруды, Алла береді саған мәлім. Сосын жүресің жынды ол шошқа іздеп жаңағы. Иә. Өзі шошқаның етін жеген адамды сасық болады сондай. Жаңағы мәсі қалай саситын болса, жеген адамды денесін сондай сасық шығатын болады. Біз бір кісіні танимыз. Мына не жақтарда соғысқан, енді тірі қалған, басында мұсылман болған жоқпын дейді. Жаңағы мұсылман еместердің қатарында едім, бірақ кейіннен дінді қабылдады ол кісі. Қабылдауының себебі мынау. Біз дейді, Алла сақтасын, жылап отырып айтты осылай. Қанша мұсылманды өлтірдік, мен білген жоқпыз. Жоға жақтан әмір келді, бағындық, салдық, біз кеттік дейді. Сөйтіп түнде ұйықтасақ, өлгендермен жатамыз дейді. Шашылып жатады дейді өлген адам. Соны біз жақтан да өліп жатырғандар бар дейді. Күн ыстық болған кезде, ана біз жақтағылардан сасық иіс шығады дейді өлгендерінен. Өліп қалған жаңағы достары бар, бірге соғысып жатқандар бар. Солардан сасық иіс шығады дейді. Шошқан етін анау мұнын жейді енді, арағын ішеді деген сияқты. Бірақ қалай мұсылмандардың жаңағы өліп жатқан адамдарынан өтсек қастарынан күшті иіс шығады дейді, мескіттің иісі. Және олардың жүзі бүйтіп күліп жатады дейді, жымиып. Біздікіне қарасақ шашылып кеткен, бір түрлері жаман, қарайып кеткен. Сол дінге кіреді ғой сол адам. Жаңағыны көріп. Енді үстіне тиген оқ, қазір коляскада отыр дейді. Сол бір немен дінге кіріп кетті. Мұсылманда шахид қой енді. Хош иіс шығады. Олар биде бағырып шыңғырып өлмейді. Алла үшін жаңа неге шықты? Отанын қорғау үшін қайтыс болды. Оларды өлі деп айтпаңдар дейді Құранда. Вала тақулу лиман юқталу фи сабилил амват. Оларды өлі деп айтпаңдар. Бәл ахия, олар тірі дейді. Тірі адам сияқты жатыр дейді бүйтіп. Жып-жып денесі, жып-жылы жымиып жатыр, дін болмаған адам сияқты. Аллаху акбар. Осындай дініміз бар. Альхамдулилля, мұсылманбыз. Альхамдулилля. Жалғастырайық. Бізге не харам қылынған екен? Біріншісі не деді? Жоқ, бірінші шошқа айтылған жоқ. Өлексе. Және аққан қан. Үшіншісі доңыздың еті. Және уама ухилля ли гайриллахи бихи, тағы не харам қылынды? Алладан басқаның атымен бауыздалған мал арам етілді. Бұл басқа аяттар бар. Айтылады детально. Арақ харам, анау мұнау айтылады. Енді біз осы аятты алдық қолға. Келесі аят 6-шы сүре Ан'ам сүресінің 121-ші аятында Estaizu billah. Бисмилля, Алла Тағала былай дейді. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَلَا تَأْكُلُوا жемеңдер. Жемеңдер. Неден? مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Алланың аты айтылмай. Бисми Аллаху акбар немесе бисмиллах Аллаху акбар деп Алланың аты айтылмай шалынған малдардың етінен жемеңдер дейді. Енді сұрақ сіздерге. Bir мұсылман адам бисми Аллаху акбар ұлық болған Алланың атымен деп айтуды ұмытып кетті де шалып жүрді, кешіп жүрді, бауыздап жүрді. Немесе бисмиллах Аллаху акбар деп айтуды ұмытты да кешіп жүрді. Бұл мал арам бола ма, болмай ма?
Аят бар бұл жерде. Абу Ханифа мазхабында мұсылман адам жаңағы бисми Аллаху акбар деген сөзді немесе Аллаху акбар бисмиллах деп осындай сөздерді айтуға ұмытып кетіп кешіп жіберетін болса, Алланың атын атамай тұрып, бірақ ол бейшараның ішінде жаман ниеті жоқ. Біреумен сөйлесіп тұрды, анау деді, мынау деді, асығып жүрді деп басып жүрді. Абу Ханифа мазхабында егер ұмытып кетіп жасаса, проблем жоқ, ол ет жиеленеді, халал. Бірақ әдейі тәрк қылатын болса, біліп тұрып, уақыты бар, айтса болады, әдейі біліп тұрып, бисми Аллаху акбарды, немесе бисмиллах Аллаху акбар, немесе Аллаху акбар бисмиллах деп, ошма Алланың атын атамай, әдейі тәрк қылып кесетін болса, ол ет жиеленбейді уже. Түсінікті болды ма? Әдейі емес ұмытып кететін болса, проблем жоқ. Әдейі тәрк қылса, әдейі ұмытып жасамаса, айтпаса Алланың атын, онда ол ет жиеленбейді, ол уже арам кетті. Ал Шафиғи мазхабында бисмиллахты айтсын, айтпасын, ошын мұсылман адам кессе болды дейді. Оларда ешқандай проблем жоқ. Мұсылман адам кессе жеткілікті дейді. Ал біздің мазхабта тексеріледі, қаралады. Сен қандай ниетпен не қылдың? Ой, жоқ, молдеке, білмей қалдым, уаллахи айтайын, таллахи айтайын, білген жоқпын. Сөйлесіп тұрдым, біреу келіп қалды, ойбай, кешіп жібердік, білмей қалдым, бірақ ниетім жоқ. Мен уақыт болса айтатын бисми Аллаху акбар. Етіңде проблем жоқ, жей бер. Жоқ, молдеке, айтқым келмейді. Пышаққа қарадым, сенде жазу жоқ дедім, анаған қарадым, менде азу жоқ дедім. Бас жібердім, бисмиллахны айттым, не істеймін, онда естіген жоқпын десе, еті харам болады. Әдейі тәрк қылса. Келесі. Енді бұл құрбандыққа байланысты нәрсе. Түртіп алыңыздар. Білетін жерлеріңіз болса, тәкрар қылып отырасыздар. Құрбандықта жаңағы шалынайын деп тұрған малды бауыздамай тұрып, мына бір нәрселерге мән беру керек. Соларды айтамыз. Біріншісі, пышақты қайрап тұру дұрыс емес. Жаңағы жатқызып қойып, көзінше малды бауыздайын тұрған адам жаңағы пышағын қайрап тұрса, болмайды, жақсы емес. Басқа жерге барып, қайрап дайындап алып білдің ғой соны кесетін. Дайындап пышағын, ол сенің өзің қателігің, сол жерге бетіп тұрсын да, мысалы. Дайындап алып біл, күшті болады. Соған мән беру керек. Себебі хадис бар. Имам Муслим риуаят қылған. Сахих хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ва иза забахтум", кесетін уақыттарында, бауыздайтын кезде, "Фа ахсину зибахата", әдемі түрде бауыздаңдар. Малды қорқытып, қылыш шығарып дейді, "Ха-ха" деп. Жаңағыдай болмайды ол. Қорқытпау керек, ол да бір жан иесі ғой. Бір жанды көтеріп жүрген бір нәрсе. Болмайды. Әдемі түрде бауыздау керек, қорқытпау керек. Екіншісі, адам Алла жолындағы құрбандығын өзі кескен абзал. Себебі сүннетке сай болады, солай жасауы. Алла жолында құрбан шалайын деп жатсын, өзіңнің кескенің дұрыс болады. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам солай қылатын еді. Анас радиаллаху анху айтады, мен көрдім дейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі қошқарды өзі тәкбір айтты дейді. Аллаху акбар деді, сосын бисмиллах деді, осыны 3 рет қайталады дейді. 3 рет қайталасаңыз болады, 1 рет айтсаңыз да болады. Енді хадисте 3 рет қайталанған. Яғни бұлай жасаған, екі қошқарды әкеліп, біреуін басқа жаққа байлап қойған, көрмейтіндей қылып, ол да бар, оған да мән беру керек. Бауыздап жатқан кезде екіншісіне көрсетпеу керек. Көзін байлап, басқа жаққа, оны пышырлаған дыбысы шығады, қорқып кетеді. Оны басқа жаққа апарып тұрып, сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллаху акбар, бисмиллах, Аллаху акбар, бисмиллах, Аллаху акбар, бисмиллах деп барып, екеуін өзі кесті дейді Пайғамбарымыз. Біреуін өзіне, екіншісін кімге? Үмметіне, біздерге. Жыл сайын сөйтеді екен Пайғамбарымыз. Сосын өзі кесе алмаса, орнына бір адамды уәкіл тағайындаса болады. Яғни мен қартайдым, күшім келмейді, немесе жұмысым бар, тағы басқа шаруам бар, өзіме қалса кесетін едім. Сен не қылып бере қойшы, менің орныма мына пышақты ал да, сен не қыла сал, бірақ Алла жолында болсын деп орнына адам тағайындап кетсе болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бастапқы уақыттарды өзі бауыздап, өзі шалатын еді құрбандықтарды. Соңғы уақыттарда кімге берді? Али радиаллаху анхуға тапсырды. Сен не қыла бер деді енді. Мен саған рұқсатымды беремін деді. Рұқсат беріп жатқан кезде айтылу керек. Мен саған рұқсатымды беріп жатырмын деп, бауыздайын тұрған адам қабыл қылдым деп айту керек.
Сосын Алла разылығы үшін дейді де бисми Аллаху акбар кесіп жібереді. Түсінікті болды ма? Үшіншісі, жаңағы бейшара қойдың, қошқардың кесіліп жатқан құрбандықтың жаны толық шықпай, басын полностью кесіп алып тастауға болмайды. Жақсы емес. Бар ондайлар жасайтын. Полный кесіп тастайды. Жақсы емес. Кесетін жеріне дейін кесіп, басын қалдыру керек. Сосын жаны шыққаннан кейін барып, ағарыта жайлап жалғастыра бересің. Неге? Хадисте айтылғандай. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبَحَةَ әдемі түрде бауыздаңдар. Төртіншісі, екі құрбан кесілетін кезде, жаңағы айтқанымыз, біріншісін кесіп алып, екіншісін басқа жаққа бір апарып тұрған дұрыс болады. Бесіншісі, мына бір сөздер қате, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деп кесіп жіберсе, ет адал болмайды. Себебі Алланың аты айтылмаған үшін мән беру керек. Мынандай сөздерді доғару керек қой. Алтыншысы, бисмиллах деп айтып, және уасми фуланин деп қосатын болса, Алланың атымен деп айтты да, енді кесеніп жатқан кезде пәленшенің атымен деп қосып жіберсе, ол ет арам болып кетті. Алланың атымен деп Құдайдың қасына басқа біреуді қосып қоюға да болмайды. Оған да мән беру керек. Имам Мәрғинани рахматуллахи осылай деп айтқан. Бисмиллах, Алланың атымен, уасми фуланин, тағы басқа бір кісінің атымен деп Аллаға қосып қоятын болса, ол ет харам болады, одан жеу жайыз емес, рұқсат емес ол еттен дейді. Мән беру керек. Жетіншісі, оқылатын дұғалар бар. Нені оқимыз? Ұстаз, моллеке, ұстаз, не қыламыз, не оқимыз? Фатиха оқимыз ба, Ихлас сүресін оқимыз ба? Біріншісі, 6-шы сүре Ан'ам сүресінің 162 және 163 аяттарын оқысақ жақсырақ болады, егер білетін кісі болса. Білмесе, жаңағы бисмиллах, Аллаху акбар, оны итак айтамыз. Оған дейінгілер ғой бұл. Мал жатқызып қояды да, отырып бір нәрсе оқылады ғой, бір Құран оқып жіберші дейді. Сол кезде әр жерден оқи бермей, именно осы аяттарды оқыған жақсы болады. Қалай оқылады бұл? Бисмиллах, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 162 аят бұл. Мағынасы, قل айт, инна салати, расында менің намазым, ونسكي менің құлшылығым, ومحياي менің тіршілігім, ومماتي және менің өлімім. Менің өлімім, менің тіршілігім, менің құлшылығым, менің намаздарым барлығы кім үшін? Лиллахи роббил аламин, бүкіл әлемнің Раббы Алла үшін деп айт дейді. Бұның мағынасы. Келесі 163 аяты, ла шарика лах, Алланың серігі жоқ. Мен мушрик емеспін. Аллаға серік қоспаймын. Ва бидалика умирту, осылай бұйырылдым. Ва ана ауалул муслимин, және мен бой ұсынушылардан болдым. Яғни бой ұсынушылардың алғашқысынан болдым деп айт дейді. Міне осы аятты оқысақ болады. Білсеңіз. Ан'ам сүресінің 162-163 және Ан'ам сүресінің 79 аятын ғана оқысаңыз болады. 79 аятында былай: Инни ваджахту вajhiya лиллади فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Мына аятты оқысақ болады. Енді бет мен сияқты мақандатып, әдемілі өлеңдетіп отпайсыздар. Ол жерде просто оқып кетесіздер ғой енді. Инни ваджахту вajhiya лиллади фатара ас-самавати вал ард оқысаңыз болады. Немесе жаңағыдай мақандап оқысаңыз да болады. Өзіңіз білесіз, қараңыз енді. Оқылса болды. Мағынасы инни ваджахту вajhiya лиллади, мен жүзімді бұрдым. Кімге? Сондай бір затқа, фатара ас-самавати вал ард, аспан мен жерді жаратқан, яғни Алла тағалаға жүзімді бұрдым, ханифа. Мен шынайы түрде көктер мен жерді жаратқан Аллаға жүзімді жөнелттім, бұрдым. Ва ма ана минал мушрикин, мен және мушриктерден емеспін. Мен Аллаға серік қосушылардан емеспін. Дейсізде, бисмиллах, Аллаху акбар, жылып кешіп жүресіз, бауызда жүресіз. Күшті емес пе? Білсек, осылар жасаған жақсы. Нағыз білмесеңіз, айтайын бір оңай жолын, Құран оқитын қай аятты оқысақ болады, 114 сүре бар, 6666 аят бар десек, қайсың? Мыналарды оқыған жақсы. Білмесеңіз, Кәусар сүресін оқысаңыз да болады.
Инна аътайнакал каусар мағынасын білесіздер. Расында саған каусарды бердік. Ол жерде каусардың көптеген мағынасы бар. Келесі аят. Фасалли, сол үшін намаз оқы. Ли роббика, раббың үшін. Және ванхар, құрбан шал. Көрдіңіз, айтылады. Инна шаниака хуал абтар. Енді бұл жерде ванхарға екі түрлі мағына беріледі мазхабтар арасында. Имам Азам Абу Ханифа мазхабы ванхарға құрбан шалу мағынасын берген, және құрбан шалу жағдай жетіп тұрған адамға, әрбір мұсылманға уәжіп деген. Ал шафиилер ванхарға намаз оқы деген мағынаны береді де, оларда құрбан шалуды сүннет деп айтады. Қалаған шалсын, қалаған шалмасын дейді. Біз неге намаз деп айтпаймыз? Себебі намаз деп айтылды ғой аяттың басында. Фасалли, намаз оқы, ли роббика, раббың үшін, және ванхар, құрбан шал деп біз переводтаймыз. Яғни біз дегенде мен, сіз, біз емес, имамдарымыз, ұлық имамдарымыз сөйтіп пәтуа берген. Сол үшін біз уәжіп дейміз де, жағдай жетіп тұра ма, құрбан шаламыз Алла жолында. Ал Шафиғи мазхабының ғалым ғұламалар, олардың өздерінде дәлелі бар. Фасалли, намаз оқы, ли роббика, раббың үшін, және ванхар, және де намаз оқы деп переводтайды. Түсінікті ма? Сол Кәусар сүресін оқысаңыз болады. Стандарт, бәріміздің білетін. Сегізіншісі, сұрақ сіздерге. Жаңа құрбан шалынатын малды құбылаға қаратпай шалсақ не болады? Жақсы емес осылай сұрақтар, дұрыс па? Құбыла мына жаққа болса, мына жаққа қаратып шалдың. Ал айтайық. Құбылаға қаратып кесу мұстахаб амал. Жақсы бір амал. Бірақ құбылаға қаратпай мал бауыздалатын болса, немесе құбылаға малды қарата алмаса, бір себептермен, ірі қара мысалы, сиыр жатыр, онда бұрылып кетіп жатыр қайта-қайта. Ой, құрсыншы деп, баш жатыр мысалы, бисмиллаху акбар деп. Бірақ құбылаға қаратылмай кетті. Осындай қылынып шалынған малдардың етінен Хазіреті Омар радиаллаху анхудың баласы Абдулла радиаллаху анху жемеген екен. Біз жемейміз деп. Бірақ желіне ме? Желіне береді. Егер де бисмиллаху акбар деп Алланың атымен шалынса, бірақ құбылаға қарамаса, немесе жаңағыдай жағдайлармен бұрылып кетіп, кесіліп кетсе, бірақ Алланың атымен кесілді ғой. Ол ет желіне береді. Бірақ әрбір нәрсенің әдебі бар, қағидасы бар, ережесі бар, әдеп деген нәрсе бар. Сол үшін бізге келсе ондай ет біз жемейміз деп айтқан екен. Тақуалық қой енді, бір не ғой. Бірақ желіне ме? Желінеді, проблем жоқ. Бұл жерде басты маңызды нәрсе не ол? Жаңағы бисмиллаху акбар ғой айтылу. Бұлар нағыз ондай шарт емес қой, бұлар мұстахаб, жақсы бір амал. Себебі бір сондай жағдайға түсіп қалсаң, кішкентай тар бір жерде бұрылмайды мал. Тұрмайсың ғой, мынаны қиратам, қопарым керек, имені бұрын керек деп. Жоқ, қалай ыңғайлы? Бисмиллаху акбарды айтты, кесе бер. Жақсы ма? Құбылаға қаратпай кесетін болса, мәкрух болады бәрібірде. Қарату мұстахаб болса, қаратпай кесу мәкрух болады. Жақсы нәрсе емес. Бірақ жаңағыдай себептер болса, тар бір жерде тұрсаңыз, ол кезде мәкрухта болмайды. Тоғызыншысы, енді мынандай бір нәрсе айтылған, кітаптарда көрдік, малды кеспей тұрып, бауыздамай тұрып, 12 сағат бұрын оны тойдырсаң тойдыр, шөп жемін берсең бер, суын бер, бірақ кесілуіне 12 сағат қалғанда шөп жемін бермей, тек қана су бере берген жақсы дейді. Тойдырмай жаңағы жем шөпке, тойдырып барып кескен жақсы емес дейді. Ана еттің дәмі де бұзылады екен. Бұл енді бұны айтқан біреу, жеп жүрген біреу болып тұр ғой, еттің дәмін білетін тәтті қасапшы біреу болып тұр ғой. Бар екен мынандай нәрседе. Сол үшін бір 12 сағат бұрын тойдырсаң тойдыр, дұрыстап бір тыңқ етіп. Бірақ 12 сағат жегізбей қой дейді ештеңе. Тойдырма дейді. Суын ішкізе бер дейді. Жоқ, өліп бара жатса жегізесің ғой. Өзің білесің. Бұл айтылды, жақсы ма? 12 сағат деп белгілеп қойыпты еще бұл уақытын. Аш қылып кесу болмайды. Су бермей, сусыз қылып, аш қылып кесу, ол мәкрух. Суын бересің, жаңағыдай тамағын бересің. 10-шысы, құлағымен көзін жауып, немесе жаңағы алақаныңызбен жауып тұрып кескен абзалырақ. Бізде бар ғой қазақта, не істейді, жаңағы құлағын не қылады да көзін жауып тастайды, немесе алақанымен жауып кескен абзалырақ. Жоқ, кесілмей кетті олай, проблем жоқ. Маңызды нәрсе жасалса болды ғой. Бұлар енді плюс. Мән беру керек болған жерлер. 11-шісі, түйені қалай кеседі, қалай шалады түйені? Жатқызып қоя ма, отырғызып қоя ма, тұрғызып қоя ма?
Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түйені тұрғызып, алдыңғы және сол жақ аяғын, тұяғын байлап бетіп тұрғызып қойып кескен. Сүннет бойынша осылай түйені. Бірақ сізге қалай ыңғайлы? Жатқызасыз, отырғызасыз. Біздің жерлерде мен көргенім отырғызып нететін сияқты, иә? Отырғызып кеседі, үстінен бастап ашып, нетіп тастайды терісі. Олай да болады. Кімге қалай ыңғайлы? Бірақ сүннетке сай жасағыңыз келсе, шетелдерде біздің көргеніміз видеоларда бар. Мына алдыңғы сол жақ аяғын, тұяғын байлап өзіне бетіп, астынан тігіп кесіп жібереді. Ондай бар, пайғамбар сүннеті бойынша. Ал жаңа сиыры мен қойларды жатқызып не қылады. Жаман нәрсе, ол арам болып кетеді. Біз бір садақада Құдай тамақты отқанбыз, мен өзім көзіммен көрген бәтейін. Ең бірінші ет ас келмей тұрып, бірінші баста келеді ғой енді. Құдаға дейді, анау дейді, молдекеңге дейді. Сонда қарасақ, сиырдың басына келді, шекесін жаңағы. Ортасында дөңгелек тесік тұр да. Ойладым отырып алып, мына не тесік деп. Не болған бұған? Шекесі жарылған ба, басқа бұқаға кірген ба дейді. Сұрасам, айтады, еще ұялмай айтады ғой. Енді атын айтып жатқан жоқ. Алла қабыл қылсын Құдай тамағын. Ол жақсы ниетпен не қылғанша, ана жақтағылардың кәсібі ғой. Олар оказывается жаңа кувалды нені балған алады да, куваль дейді ғой. Алады да бұрырады екен жаңа. Сонда құлайды, кесу оңай дейді. Уақыт жоқ бізде дейді. Бәрі харам болып кетіп жатыр ғой. Немесе ірі қара түйелерді кіргізеді де астына бір су жібереді, тоқпен ызылдатып құлатады бәрін. Немесе тауықтарды кіргізіп жібереді де, 1000 тауық бар, 10 000 тауық бар, қайсына үлгереміз дейді. Жаңағы шетелдерде сөйтеді көбінесе. Суға кіргізеді, тоқ береді де бәрін қырып түсіреді. Бұның барлығы арам кетті. Мән беру керек. Мына нәрсеге де мән беру керек. Жақсы. Тоққа кіргізбейді. Не істейді? Ыстық суға батырады жаңағыдай. Ол да болмайды. Жүнін жылу, жаңағы сыртындағы несін жылу оңай болады дейді, ыстық суға тығып жібереді. Ал олай болса қан бойында қалып кетеді, арғанған шықпайды. Мән беру керек. Бисми Аллаху акбар деп дұрыстап жаңағыдай кескеннен кейін барып терісін алатын болсаң, ол кезде басқа әңгіме. Жылы су болғанда жақсы ол кезде де. Жылылау жаңағыдай шығатындай, қатты ыстыққа салмаған жақсы. Сөйтіп жаңағы сиырдың басы солай шекесі. Дөңгелек тесік тұр. Жерге жылай кеткен. Ақтарға баратын сөйлесінші. Бас тасып жатамыз ғой, соны жеңіл болады. Айтамыз оны, иә. Енді ютуб түсіріп алайық видеомыз, сосын нетерміз. Соңына қалдырайық сұрақтарды. Және де мынандай методтер бар екен. Сиырдың мына үсті жағынан тығады, ондай да бар екен. Бауыздамайды, үш жағынан пышақты бір тыққанда тоже құлайды екен. Ол құлату үшін жасайды екен оны. Үстінен бір тыққанда видеолар бар, құлайды, сосын барып кеседі екен. Дірілдеп жатады бері. Ол да дұрыс емес, малды қинауға болмайды. Бізде ұстаз айтып еді, Шейх Муафақ Аль-Мурабия деген кісі, сәлләмәхумуллах, Алла өмір жасын ұзақ болсын, қазір Түркияда пайғамбардың ұрпағы тікелей, ғалым ғұлама кісі. Сол кісі бізге осы жерлерді оқып жатқанда айтты, менің бір көршім болды дейді. Сирияда, анау Шамда тұрған кезде. Сосын көшіп келді ғой Түркияға, Сириядан Түркияға көшіп келді. Сол кезде бір ЖК-да тұрамыз дейді, корпусный үйде. Біздің төмен жақта сүт сататын бір жігіт бар дейді. Бірінші этажда ма, енді подвалда ма тұрады екен. Подвал шығар сол. Таң атпай мотоциклімде сүт сатады дейді аратып. Бірақ бір байқағаным, подвалда тұрғаны үшін кресалар бар дейді, үлкен-үлкен тышқанда кресалар. Сол мазалай берген ғой енді. 5-6 этажға дейін шықпайды креса, есік қағып қай этаж деп. Бәрі сол подвалда жүреді ғой, бір подвал деген сияқты. Бірінші этаж подвал. Сөйтіп жаңалар жынданып ұстап, үйдің артына апарып, заборға бір жерге апарып, бұрышқа өртеп жіберді дейді, жаңағы барлығын жинап. Анау шыңғырып жатты жаңағы кресалар. Мынандай кресалар еді. Мен көргем көзім мынандай үлкен мышық сияқты болады. Түркияда көргем. Қорқыныштан ол деген кәдімгідей. Сонымен жаңа шайх айтады, мен сол нәрсені байқадым дейді. Сосын оған ескерттім, керек емес, жасама. Себебі хадисте не деп айтты пайғамбарымыз? Өлтірсеңдер, бауыздасаңдар, әдемі түрде бауыздаңдар. Мұсылман адам солай. Сөйтіп арадан қанша күндер өтті, мен бір сұхбатқа кетіп бара жаттым, жолда бір жерде авария болып жатыр дейді. Жол пробка. Енді бәріміз қасынан өтесің ғой енді. Соны бүйтіп қарасам, жаңа жігіт мотоциклмен соғысқан, өртеніп кеткен екен де. О нетін нәрсеміз. 12-шісі. 12-шісін ең соңына қалдырайық, бір қисса екен, бір оқиға. Оны ең соңына қалдырып, сөйтіп бітірейік сабақты. 13-шісі. Әйел адам құрбан шала ала ма? Кесе ала ма? Әйел адам. Айтыңызшы, Нұреке. Бола ма, болмай ма? Болады, иә. Міне Нұреке, бисмилля.
Болады, айттық қой. Имам Бухарида хадистер бар. Мысалы, үйде еркек жоқ, жұмысы бар, анау мынау бір оқиғаны айттық қой біз. Жаңағы Ахзаб Мәдинаға дұшпандар келіп қалған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи бүкіл сахабалармен орғазады. Білесіз ме? Сол кезде қаншама сахаба бәрі аш, ішінен біреу үйіне жүгіріп барады, қараса кішкентай жаңа несі бар екен, қозысы дейміз ба, қой дейміз ба, бір нәрсесі бар уже. Сөйтіп айтады ғой, сен кесе бер, мен барып айтып келейін пайғамбарға деп. Айтқанбыз бұл оқиғаны. Осы байланысты рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі. Егер үйде күйеуі болмаса, негізі еркектің кесуі мұстахаб. Күш жағынан, не жағынан еркек бәрібір алға келеді. Алда орнында. Еркектің не қылғаны жақсы, бірақ үйде әйел адам бар, жасай алады, опыты бар. Кейбір әйелдер еркектігіне жақсы есеп, мысалы. Еркектің істей алмай тұрған жұмысын әйел адам істеп береді. Опыты бар, несі бар, кесе берсе болады. Бірақ жаңағы нәрселерге мән беру керек. Абзалы еркектің кескені жақсы ғой, не болса да, бірақ әйел адам кесе береді. Және де бір сұрақ бар, әйел адам хайыз болса, етек кіріп уақыты келген, немесе нифас, баланы дүниеге әкелген, қан келіп жатыр, хайызы бар, нифас бар деген сияқты әйелі. Немесе жүніп, бой дәрет керек, душқа түсу керек. Ол еркек болсын, әйел болсын. Бұларға құрбандықты кессе бола ма, болмай ма? Болады. Егер ешкім болмаса, жаңағы болды, зәгер болды, Алла разы болсын. Болады дедіңіз ғой, болады болсын. Болады екен. өткенде бір тамақ жасап Бірақ қараңыз. Оларға белгіленген нәрселер ғана зат береді. Намаз оқи алмайды, анау айттық, ораза ұстай алмайды, Құран оқи алмайды. Ол белгіленген нәрсе ғана зат береді. Бәрін тықыштай беруге болмайды ғой. Не істейді? Просто бір мән беретін жері қолын жусын. Жаңа әйел адам қарайды, еркегі жоқ, кетіп қалды. Інісін шақырғысы келеді, ағасын, әкесін жоқ, олар кетіп қалған, қолы болсын, ананы шалу керек болып жатыр. Бірақ өзі хайыз нифасты қолын жусын, бір тазалап, пышағын тазаласын, бисмиллаху көріп кесе берсін. Проблема жоқ. Оның ана қан нетуі, оның лас болған жері ана жері ғой. Ана жағы лас болған. Оның қол денесі бір лас емес қой. Хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи Айша анамыз айтады, берші шай намазды маған дейді. Бермейді. Неге бермей тұрсың? Мен хайызмын дейді. Сен хайызың белгіленген жерде ғой дейді, ана жағында хайызың. Бірақ денең таза ғой сенің дейді. Қолың таза. Тамақ пісіре берсең болады. Басыңды сипалап, шашын тарай берсең болады, кіріңді жуа берсең болады. Лас болған жер ол белгілі, қай жерден шығып жатыр. Бүкіл жерден шығып жатқан жоқ ол қан. Сол үшін кейбір өзінше тақуа адамдар бар, әйелі хайыз болып қалса тамағын жемеймін дейді жаңағы. Ол яһудилердің әңгімесі. Яһудилер, еврейлер бір әйел хайыз болса, әйелі қызы біреу хайыз болса, бір айға қамап қоя деген мал сияқты қараған ғой. Сен лассың деп. Ақылды болайық. Сол сияқты еркек түс көрді, түнде авария болды, шықты шахуатпен. Жуыну керек, бірақ мал оны да шалу керек. Не істесін? Шалай берсе болады, проблема жоқ. Бірақ қолын бір дұрыстап жусын. Себебі Таалим Муталим деген кітапта айтылады, жаңағы пақырлықта келетін себептер бар ғой. Соның біреуі адам жүніп болып қалып, қолын жумай, түнде авария болып қалды. Түс көрді, анам көрді, атылды шықты шахуатпен. Сөйтіп қолын жумай, беті қолын жумай, тамақ жейтін болса, ол адам пақыр болады, кедей болады. Бірақ бұны қалай алдын алу болады? Қолын жуып барып жесе дұрыс болады. Бәйбіше дұрысы қалай? Жуынып барып жесін. В общем, дәретсіз жер баспасын. Өліп кетсе ше, дәретсіз кетеді. Ғалым ғұламалар сондай сақтанған, шәкірттермен келе жатқан кезде дәрет бұзылып кетеді, отыра қалып жаңа таза топырақты іздеп таяумен болады ғой. Сонда шәкірттер айтады, ұстаз, ана жерде су ағып жатыр ғой, бұлақ дейді. Содан ала салмадыңыз ба? Дейді, сен маған гарантия бере аласың ба, ана жерге аман есен жетем ба дейді. Егер өліп кетсем жетпейді, дәретсіз кетем ғой дейді. Дәретсіз жер баспаған, сондай болайық. Түсінікті ғой, 14-сі. Бір қойды бір адам ғана шалады. Кішкентай қой ғой енді, қоштарың бар қой. Оны өзіңе жаңағыдай нет етесінде, екі адамды тығып жаңағыдай 60 мың теңге ме, 30 мың мен шығарайын, 30 мың сен шығар. Ол болмайды, ондай қатты ақылды болып керек емес. Бір қой өзіңе, өзің не қыласың. Түсінікті ғой, бірақ бір ірі қараны патологы 7 адамға дейін кесе алады. 7 адамға дейін патологы. 2 адам қосылып кесе алады, 4 адам қосылып кесе алады, 6 адам кесе алады, 7 адам, бірақ 8-9 емес, 7-ге дейін патологы. 15-сі. Бір көзі жоқ, қой, бір көзі жоқ, немесе көзінде проблема бар, көрінмейді, кесілмейді құрбандыққа, шалынбайды.
Сосын аруджа деп айтылады. Аруджа дегені жүре алмайтын ақсақ, тоже кесілмейді. Әжифа деген бар. Әжифа не апарық, сүйектері көрініп тұр. Апарық, болмайды, кесілмейді. Алланың алдында ең әдемісін шығару керексің ғой, ең жақсысын. Адам алейхиссаламның жаңағы Қабил Хабил деген екі баласы болды, біреу егіншісі болды, біреу қой шалатын болды. Сол жаңағы қой шалатын деп, қой бағатын болды, қойшы болды. Сөйтіп жаңа Алла Тағала не істеді, екеуіне экзамен қылды. Давай ең жақсысынан не қылыңдар деп, Алла жолында шығарыңдар деп. Сөйтіп ең ірісін, семізін таңдап алды ғой жаңағы, мықтысын. Анау бауыры егінші не істеді, ең жамандарын жинады. Ең жамандарын жинады да кетіп бара жатып, арасында жақсысы қалып қойған жоқ па деп жеп барған ғой бейді. Енді екеуі Алла жолында құрбандық қылайын деп жатыр. Анау малынан, қойынан ең семізін алды, анау егіннен ең жамандарын алды. Ито кетіп бара жатыр, жеп бара жатыр да қалып қойған жоқ па арасында деп. Бұрынғы уақыттарда, бұрынғы пайғамбарлардың кезінде бір нәрсені құрбандыққа шалатын болса, белгіленген бір жер болған. Я төбенің басы, я бір ашық алаң, сол жерге әкеліп тастайсыз. Сосын аспаннан бір найза келеді, жоқ қылып жүреді, или жоқ қылып өртеп жіберсе, ол қабыл болды деген сөз екен. Алла Тағала екеуін айтады, осындай жерге әкеліңдер дейді. Сол анау ең семізін әкеліп байлап кетеді, қой. Анау ең жаманын апарады, жаңа жинағандар сөйтіп тастайды. Содан Алла Тағала кімдікін қабыл қылады? Құранда аят. Біреуінікін қабыл қылып, келесісін қабыл қылған жоқ дейді Құранда. Сонда жаңа қойды қабыл қылды да, анан қабыл қылған жоқ, ниетіне қарады. Ал ол қойды Алла Тағала жұмақта бақты, шөбінен жегізіп. Және оны қанша ғасырлардан кейін Ибраһим алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламды бауыздап жатқан кезде аспаннан сол қойды түсірді қайттан. Көк қошқар, Құранда айтылды. Сәмин дейді, семірттік оны біз дейді. Жаңағы нәрсе ғой, әжифа, арық, өлген, сонда ең жаман таңдап болмайды. Алла үшін шығарайын жатса, ең семізінен шығар, ең дұрысынан шығар. Апарық ол болмайды. Және уәлә мақтуатул ұзун, құлағы кесілген болмайды. Және уәлә мақтуатул занаб, құйрығы кесілген тоже жарамайды. Сосын жаратылғаннан құлақсыз болып жаратылғандар тоже кесілмейді. Енді бұл жерде құлағы кесілген, құйрығы кесілген деп жатыр қой, бұл жерде былай пәтуа берілген, 1/3 немесе 1/3-нен көбі кесілген болса жарамайды. 1/3-нен аз болса кесілген жері жарай береді. Түсінді ма? 1/3-нен аз болса кесілгені проблем жоқ. 1/3 немесе 1/3-нен көп болса, ол Алла жолында құрбандыққа жарамайды. Сұрақ соңына қалдырайық. Енді жаңағы қиссамызды, оқиғамызды айтайық, сонымен тәмамдайық. Мынандай бір оқиға болған, болған оқиға. Мына Европа жақта бір адам, мұсылман емес. Сөйтіп әйеліне айтады, біз былай дейік, былай қылайық дейді. Бұл мұсылмандар құрбан шалады, ораза ұстайды. Бұлардың мейрамдары бар. Айт мейрамы, құрбан айт мейрамы, ораза айт мейрамы. Мен де бір құрбан шаламын дейді. Бірақ мұсылман емес айт құрбан. Әйел айтады, сен басын жасаймын дейді. Сен білмейсің бұл жұмыстарды дейді. Оның кесуі бар, анау етін таратуы бар. Жоқ дейді, мен жасайын дейді. Бұл мұсылмандар бұны жасап жүрсе, мен де жасайын, бір сезініп көрейін, бұлар қандай нәрсе сезінеді. Олай болса бар, мұсылмандардан сұра дейді. Анау жаңағы үйінен шығып кетеді, қолында пышағы бар, несі бар, мұсылман іздейді. Сөйтіп жаңағы неге барады да, мал базарынан қойын сатып алады. Сосын іздейді, мұсылман бар ма деп. Бұлар білсе мұсылман біледі ғой деп. Бір мұсылмандардың жиналып отқан жерін тауып алады екен, әңгімелесіп отыр екен мұсылмандар. Сөйтіп сол жерге барады да, араларында мұсылман бар ма дейді. Мен осындай бір құрбан шалайын деп едім, соған көмек керек болып жатыр дейді. Сол бір-біріне қарайды да, жаңағы арамыздағы мына үлкен кісі бар дейді, ақсақал. Көпті көрген, бұл кісі опытный дейді да, жаңағы ақсақал жібереді ғой бірге. Жаңағы мұсылман емес, ақсақалды алып кетеді. Сөйтіп ақсақал басын кесіп береді енді, бауыздап береді, қолына пышақты ұстатады, мә дейді. Ар жағын өзің жаса дейді. Енді менде уақыт жоқ дейді. Күшім жетпейді баяғыдай. Оны шек қарнын шығару керек, жіліктеу керек, бұны көтеру, асу керек, терісін алу керек. Ой, біраз шаруа дейді. Басын кесіп бердім ма, ар жағын өзің жалғастыр дейді, кетіп қалады ақсақал. Анау үсті басы қанқан жаңағының. Қолында пышағы бар қанқан. Сөйтіп қайттан жүгіріп барады жаңағы жерге. Жаңағы ақсақалды алып келген. Аналар көздері банкі. Ақсақал жоқ. Анау қанқан болып келіп тұр. Басқа мұсылман бар ма дейді. Сол жаңағы бір-біріне айтады дейді. Мұсылман керек пе, олар мешітте деп айтады дейді жаңағы. Сөйтіп жаңағы кісі мешітке жүгіріп барады ғой. Имам намаз оқыған жамағатпен намаз оқып болып, имам жамағатқа бұрылып тәсбих нелерін тартып отыр ғой енді. Сөйтіп намаздарын бітіріп жатқан кезде жаңағы кісі жүгіріп келеді де, үсті басы қанқан. Араларында мұсылман бар ма дейді. Шашап кеткен ғой енді. Жүгіріп анда барады, мында барады.
сол жамағат бәрі имамға қарап айтады дейді, арамызда мұсылман осы кісі деп имамға. Сол имам айтады дейді, имам непонятно қорқытты оны, қан болып тұр ғой. Имам айтады дейді, бір осы жерде 2 рекағат намаз қылдырды деп бізді мұсылман деп ойлап қалдыңдар ма деп айтады дейді жаңағы имам. 2 рекағат жамағатқа намаз қылдырды деп бізді мұсылман деп ойлап қалдыңдар ма деп қашты дейді да жаңағы, Алла сақтасын. Сондай бір оқиға бар, есіме түсіп кеше соны жазғанмын ғой, айтайын осы жамағатқа бір күліп мәз болып қалайық деп. Алла разы болсын, құрметті жамағат. Қанша уақыт болды Нұреке? Қанша жазылды? 55 минут жеткілікті, иә? Келесі сабаққа қалдырайық. Нәсіп етсе, біз не айтқанымыз, жаңағы көп сұрақ қоятындардың басынан өткен оқиға туралы Құранда Бақара сүресі, оны да айтамыз нәсіп етсе. Оны қазір қоссақ 2 сағаттап кетеді. Келесі сабаққа қалдырайық. Аман болайық. Алла қабыл болсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. تقبل منا بحرمة طه وياسين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشائخنا والحمد لله رب العالمين. الله قوس الله قوس.